Армысыздар оқырман қауым. Өгей әкем мүгеде кетті. Бұл оқиғаны бастауыма өмірде болған оқиға себепші болды. Өмірге келмей жатып қорлық көретіндей не жаздым екен деп осы күнге дейін жылап жүрген мылқау жанмын. Сондай сормаңдай болғаным үшін Алла да мені жек көреді, мен де Алланы жек көремін. Ана деген аттан садақа кеткір, әйелдің қызы едім. Менің бар жазығым, тексіздігім. Анам Қарағанды қаласында оқуға түсіп, жаман жолға түсіп кеткен екен. Қай орыспен немесе қазақпен төсек маңдайында көкпар шапқаны белгісіз, мен солай дүниеге келдім. Көзім қой көзді, қоңыр шашым алтын түсті, сап-сары аппақ мүсінім бар. Метиспін десем де болады. Мені баға алмайтын сорлы ана не үшін жетімдер үйіне өткізбеген екен, ол да белгісіз. Анамның анасы жоқ, ағалары мен әкесі ғана бар. Бүлінген қызы шақалағымен үйіне әкелгенде қуып жіберген. Сонда ойлаймын ғой, анам да безбүйрек, надан, отбасынан шыққан адам қатарында жоқ. Біреу болды ғой, әйтпесе мейірімділікпен өмір сүрсе, мені олай өсірмес еді ғой, деп осылай анамды ақтағым келеді. Бірақ ондай ақтауға тұрмайды. Баламен үйден қуылған анам Түркістан қаласында тұратын нағашы әпкесінің үйін паналайды екен. Көп уақыт өтпей ол әпкесі де анамды күйеуінің алыс туыстарына әйелдікке береді. Бала шағасы жоқ, әйелден бірнеше рет ажырасқан. Ол менің қатыгез өгей әкем еді. Өгей әкем түріне қарасаң, беті жылтыраған, өзбекпен жасы бар. Анам сол байын өліп-өшіп сүйді, жақсы көрді. Ол болса анамның сыртынан измена жасап жүрді. Сонда да анам кетпеді. Ол еркектің үй үшін, көлігі үшін бекен әлде далада қалғысы келмеді ме екен, әйтеуір қанша рет ұрсып таяқ жесе де кетпеді. Есік алдында өте үлкен бау-бақша болды. Сол бақшаның шөбін жұлу, күту, өсіруді, үйдің тірлігін жасауды анамның мойнына іліп қойған. Өгей әкем базарда фрукты сатады. Көп бақшаның өнімдері өгей әкемнің анама үнемі сыйлықтар жасайды. Сол үшін де анам кеткісі келмеген болар. Ұл туып берсең, төбеңнен аяғыңа дейін алтын құямын деп анама жиі айтатын еді. Есік алдында ошақпен салынған үлкен 2 бөлмелі сарай болды. Күзде банка жабады. Жеміс жидектерден тосап жасайды. Басында анам түк білмейтін, бәрін өгей әкем үйретті. Арада жылдар өтті, 7 жасқа толдым. Сабаққа барамын деп қуанғаным әлі есімде. Анам сол уақытта бала көтердім деп қуанған еді. Шілде айы, анамның аяқ асты қан кетіп ауруханаға 1 апта жатуға кетті. Мен өгей әкеммен ғана қалдым. Күндіз мені ертіп базарда тұрдық. Елдің көзінше мені өз қызындай көріп, мейірімді түр жасайтын еді. Кешке үйге келгенде мені қасына шақырып алды да үстіме отыр деді. Түсінбедім. Өгей әкем қарап, не үшін деп едім, құшақтап алды да қақиған тастай бірдеңесіне ары-бері иекелей берді. Жіберші деп жылап жібердім. Ол кезде үстімде көйлек еді. Оның үстінде де киімі болды. Тек киімнің сыртынан ғана үйкелеп қойды. Жай сенімен ойнадым, ешкімге ештеңе айтпа, бар бөлмеңе құры деп ашулана сөйледі. Сол түні бір түрлі бойымда қорқыныш биледі. Денем, аяқ-қолым өзіме бағынар емес. Дірілдеп қорқып көрпенің астына тығылып жатырмын. Тағы да мені сүйреп өз бөлмесіне әкелетін сияқты. Аяқ дыбысы естілді. Қорқып кеттім. Маған қарай келе жатыр деп көзімді тарс жұмып, жұмыр жүрегім сыртқа шығып кетердей дүрсілдеп қоя берді. Бөлменің есігіне дейін келді. Бірақ тоқтап қалды да есіктің сыртынан құлыптап көшеге кетті. Басқа да қатындарына кеткен болу керек.
сол кезде ғана әрең тыныс алып қорқынышымды басып жаттым. Сөйтсем, ол малғұн ұнтаққа келуге кеткен екен. ұнтақ ол есірткі еді. Оны пайдаланбағасын маған жасайтын қылығына дәті жетпеген. Әңгіменің жалғасы бар.